тексеру жұмыстарының ең басты бағыттарының біреуі мына адамдардың еңбек құқықтарын қалпына келтіру ғой. Мына былтырғы жылдың көлемінде біздің еңбек инспекторлары мына осы жұмыстармен айналысып, еңбек ақы, жалақы төлеу жұмыстарымен де, төлету жұмыстарымен де айналысып, өзіңіз көресіздер, біздің мекемеге мен жаңа айтып өткендей 1890 адамдай арыз жазған кезде, соның 90%-ы осы еңбек ақы дұрыс төленбеуіне, немесе еңбек ақының уақытылы төленбеуіне байланысты болды. Еңбек инспекторларының былтырғы жылғы істеген жұмыстарының арқасында сонда көптеген сұрақтар шешіліп, олар еңбек ақылар төленді. Былай алып қарасаңыз көзге көрінбейді. Өйткені біздің облыста еңбек ақы төленбеді деп айғайлап жүрген адамдар көрінбейді. Өйткені ол күнделікті біздің істеп жатқан шаруамыз ғой. Мына январь айының өзінде ғана 119 миллион теңге еңбек ақысы төленді адамдарға. Ары қарай да еңбек инспекторлары бұл жұмысты жалғастыра береді. Тағы да бір айта кетейін дегенім, осы еңбек инспекторларының жұмысы міндетті түрде өзінің бір жалғасын ары қарай тауып жатады. Жылдың көлемінде істеген оның бір дәлелдерінің біреуі мына әрбір жұмыстың аяғында бағалау болады ғой, рейтинг дейді ғой. Сол рейтингтер бойынша біздің облыстың еңбек инспекторларының жұмысы жақсы бағаланды былтырғы жыл бойынша. Биыл да содан түспейді деп ойлаймын.